Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге доллар гүлін жапырақтан тамырлатып, қалай тез көбейтуге болатын туралы өз тәжірибеммен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін көріп, менің айтқан кеңестеріме құлақ түріп, дәл солай жасайтын болсаңыздар, доллар гүлін бір айдың ішінде картошкасын шығарып тамырлатуға болады. Ал былай ешқандай кеңеспен өзіңіз тек суға салып, я болмаса топыраққа ексеңіз, ол 3 айда тамырлайды. Мынау менің үйдегі доллар гүлім. Балалар үйде доп теуіп, ана сабағын майыстырып тастаған. Осы майысқан жерін, егер осы қалпында сақтағыңыз келсе, бір ағашты қойып, салафанмен байлап тастасаңыз, бұл әрі қарай өзі тұратын болады. Енді мен осы сіздерге қазір осы сабағын қиып алып, жапырақтан көбейту туралы айтатын болам. Доллар гүлін көбейту үшін өсіп тұрған доллардың осындай жиегінен өзіңіз қалаған кез келген сабағын өткір пышақпен астынан қиып алсаңыз болады. Сіздің доллар гүліңіз кішкентай болып, бұндай сабақтары өте аз болса, сабағынан қиғыңыз келмесе, онда кез келген бір жапырағын түбінен кесіп алсаңыз болады. Ал мен жапырағы майысып қалған жерден кесіп алам деп шештім. Осы жерден кесіп алып, қазір қалай көбейтетін туралы айтам. Өткір пышақпен дәл майысқан жерден кесем, ал қалған жағы қала береді. Енді жаңа кесіп алған сабағымызды өзіңізге ыңғайлы, міндетті түрде өткір және стерилді болу керек. Пышақпен немесе қайшымен өстіп жапырақтарын түбінен кесіп аламыз. Енді осы кесіп алған жапырақтарыңыздың ұштарын карневин деген тамыр шығаратын арнайы препараттар бар. Соған құрғақтай батырып, бірден неге берсеңіздер болады. Немесе суға карневинді араластырып, шамалы салып қойсаңыздар болады. Мен суға карневинді араластырып қойдым. Енді шамалы суға салып қоям, содан кейін егем. Және карневиннен де жақсы және одан қымбатырақ тұратын тамыр шығаратын препарат бар. Ол фитоклон деп аталады. Сол фитоклонға батырып, бірден неге бересіздер. Қазір оның суретін сіздерге көрсетіп қоям. Доллар гүлін тез тамырлатудың екінші құпиясы оның құнарлы топыраққа отырғызу болып табылады. Құнарлы топырақ қандай болу керек, ішіне не қосу керек, қазір осы жерде бірге дайындайтын боламыз. Оған кез келген универсальный топырақ болса болады. Менде осы Теравита топырағы немесе Агробалт С синий деген верховой торф жарайды. Оның түрі болады. Именно бірінші тұрған көк түрінен аласыз. Ары қарай топырағымызды үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Содан кейін оған осы барлық топырағымыздың 30%-на дейін алатындай вермикулит қосамыз. Содан кейін перлит қосамыз. Содан кейін үшеуін жақсылап араластырамыз. Бұдан топырағымыз өте құнарлы және өте жұмсақ болады. Топырағымыз дайын. Енді кішкене бір ыдысқа топырақтан салып, жаңа жапырақтарды егетін боламыз. Кішкентай стакандарға әр жапырақтарды бір стаканға салып, бөлек-бөлек отырғызсаңыз болады. Мен көп орында алатын болғандықтан, пока тамыры шығып, картошкасы шыққанша осындай бір ыдысқа қатарынан отырғызатын болам. Кейін картошкасы тамырлары шыққаннан кейін бөлек-бөлек отырғызам. Оны сіздерге осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, алдағы уақытта көрсететін боламын. Менің каналымда доллар күтімі туралы толық түсірілген видео бар. Мен осы видеоның жоғар жағына қойып қоям. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Сол видеода оны қалай суару керек, қандай топыраққа отырғызу керек, қаушағы қандай болу керек, жапырағы сарғайса не істейміз деген толық барлығы айтылған. Ары қарай жапырақтарды топыраққа отырғызғаннан кейін сол карневинмен суарамын. Содан кейін қаушағымызға бетіне салафанын кигізіп, тепличка жасайсыз, жылы жарық жерге қоясыз. Салапан буланса, бетін ашып қойып, ауа кіргізіп тұрасыз, сосын қайттан жауып қоясыз. Осындай салафанда
10-15 күн тұру қажет. Одан кейінгі уақыттарда монокалий фосфат деген препарат бар. Соның ішінде өзінің инструкциясы бар. 1 литрге 1 миллиметр деген. Сол монокалий фосфатпен суарам. Осылай қаушақты көтеріп көресіз. Қаушақ жеп-жеңіл болып суды өзінің бәріне тартып алса, монокалий фосфатпен суарып отырасыз. Міне біздің жапырақтарымызды отырғызғанымызға 1 айдан астам уақыт өтті. 45 күндей болды. Міне жаңағы сабақтар шығарды. Кейбір жерлерінде енді сабақтар шығарып келе жатыр. Мен жаңа алдын ала гүлді суарып қойдым. Тамырларын алу оңай болсын деп көп су құйып қойдым. Қазір енді бірге тамырларын ашып қараймыз, астында не болып жатыр екенін. Мен бұл жапырақтарды отырғызғаннан кейін күнге қойдым. Күн тікелей түсетін оңтүстік жақ терезенің алдына. Сіздер енді қыста қазір отырғызыларыңыз келсе, обязательно фитолампаның астына қойыңыздар, немесе жарық түсетін жылы жерге қою керек. Гүлді жақсы көретіндер мені түсінуі мүмкін. Осындай кішкентай еккен нәрсең осындай үлкен болып өсіп атса, кәдімгідей рахаттанасың, балаң сияқты қарайсың, баптайсың, соған ол өссе, уже рахаттанасың. Енді әрі қарай ашып көрейік, не болып жатқанын. Тамырлары бір-біріне араласып кетіпті. Соны жай-жай алып қараймыз. Мен әдейі көп суға салып қойдым, бос болсын деп. Міне ең бірінші жапырағымыз шықты, кішкене несімен, картошкасымен. Мен әрі қарай енді бүкіл қаушақтағы гүлдерді ашып бәрін астын сіздерге көрсетем, қайсысы қандай жағдайда екен. Содан кейін осы жапырақтарды бөлек-бөлек нелерге қаушаққа отырғызатын боламыз. Енді жапырақтарды осындай диаметрі 9 сантиметрлік қаушақтарға отырғызамыз. Топырақтың құрамы сол вермикулит пен перлит араластырылған, құрамы өзгермейді. Осы отырғызған қаушақта енді көп 5-6 стрелка шығарғанға дейін тұрады. Оны да мен алдағы уақытта сіздерге көрсететін болам. Осы қаушаққа тамырлары толғаннан кейін осы қаушақтан сәл ғана үлкен қаушаққа ауыстырам. Өйткені доллар гүлі тамыры өте тар болған сайын жақсы өседі. Міне барлығын әрқайсысын бөлек-бөлек қаушаққа осылай отырғызып алдым. Енді корневин құйып шығам. Одан кейін әрі қарай кәдімгі доллар гүлінің күтімі сияқты күте береміз. Суаруын барлығын мен видеомнан көріп аласыздар. Монокалий фосфат құям. Енді алдағы уақытта мен сіздерге өзім көрсететін болам енді қалай өскенін. Мен доллар гүлін қалай тез тамырлатуға болады деп тәжірибе жасап көріп жатырмын. Доллар гүлінің жапырақтарын бірінші вермикулитте, содан кейін топырақта, сосын агроперлитте, сосын суға салам, бәрін бір мезетте. Сосын қайсысында бірінші тамырлайды, соны көреміз. Егер осы видеоның нәтижесін көргіңіз келетін болса, менің каналыма жазылып алыңыздар. Мен өзім тәжірибе жасап, нәтижесімен сіздермен бөлісіп отырам. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта осы гүлдерге перлиттің пайдасы, вермикулиттің пайдасы және доллар гүліне ең идеальный топырақты қалай жасауға болады, минералды топырақты, оның құрамы қандай, сол жөнінде видеоларды көрсететін болам. Және осындай неге доллар гүліне арналған, басқа да гүлдерге арналған дайын топырақтарды сатам. Егер алғыларыңыз келсе, мен описанияға WhatsApp номерімді жазып қоям, соған жазсаңыздар болады.